Сәлеметсіздер ме, құрметті подписчиктар. Бүгін біз VN емес VivaCut пен монтаж жасаймыз. Менде тағы да ескерте кетейін. Полный версиясы, VIP версиясы. Сондықтан да бесплатный версиясында кейбір жерлері жоқ болуы мүмкін. Осыны ескересіздер. Кіреміз, создать клип дейміз. Жаңа мен бір видео түсіргенбіз, соны монтаждайық. Delete деген болады мындай, иншоттағыдай. Так, ең маңыздысы, мысалы пропорция дейміз де, біздер YouTube-қа дайындағасын осылай жасаймыз. Және фонды размытие дейік. Осының өзі шығып тұрсын. Коллаж салайық. Изображение. Осы телефонның суретін салып қойық. Және де екінші изображение салып қоямыз. Қандай изображение десеңіз, бүйтіп тауып аламыз. Мына изображениені салып қоямыз. Оны бұрышқа салып қойық өзіміздің логотипімізді. Әзірше осылай қойып қойық. Кейін кесіп дәлдегеннен соңына дейін қоярмыз. Өстіп дауысын ашып аламыз. Громкостьқа мысалы. Громкостьқа кіреміз. Дауысын ашып аламыз. Өйткені микрофоннан, наушниктан жалпы деген дыбыс дұрыс естілмеуі мүмкін. Мән бермеңіздер, мен бұл жерде кішкене кесіп жібердім. То есть алып тастадым, оригиналына қалдым. Мына сабағымыз осылай кету керек екенімді күттім. Бұл сабақ болып кететін сабақ сондықтан да. Ал қазір мына сіздің көріп отқаныңыз тура мана басындағыдай өзіңіз көресіз. Рамкасымен солай жасалынады. Оны қалай жасау керек екенін алдын ала көрсетіп кететін. Өкінішке орай осылай кесілген жеріне қайтадан келу керек, өйткені бірден лақтырып жіберсек онда қалып қояды екен. Текстті былай қоямыз. Осының алдыңғы осы монтаждалған видеомда 11-не запланировать етіп қойғанда соны келмейді деп интернеттен көріп отырмын. Так, завершить. Так, жазудың түсін жазып келтіреміз осылай. Көрініп тұрсын деп қызылмен жасап қойық. Обводканы да қызыл дейік, жоқ қара дейік. Көрініп тұрсын. Шрифт по умолчанию тұра берсін. Мұнда керек шрифтті загрузка жасалуы керек, және де өзіңнің пользовательский шрифт тарттырып алуға болады. Бізге әзірше керек емес. Бізге әзірше хат 11 күні келеді дейік. Тейінді жасап қойуға атын жерде. Бүйтіп түсіріп қоямыз мысалы. Фиксация кетеді. Жоқтан ат шықты. Және де бүйтейік. Бұны қозғап тұратын қылайық. Үлкен болды өссін. Сонда осылай болады. Так, осымен бітті. Сохранить етеміз максимумда. Бір нәрсені айтып кетейін.
бір нәрсені айтып кетейін. Келесі сабақта ютубқа қалай атыңыздың жаңа инстаграмыңызды және де деген подписаться деген жазуды қалай қою керек соны көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар.